Сәлем достар, бүгін біз сіздермен медовик пісіретін боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші осылай қайнаған судың үстіне балымызды қойып, ертіп алатын боламыз. Осылай балымыз толықтай еруі қажет. Осылай сұйық болып ергеннен кейін үстіне содамызды қосамыз. Одан кейін осындай реакция жүреді. Міне біздің балымыз дайын, осылай аппақ болып көпіріп шығады. Енді соны құйып ыдысқа, одан кейін үстіне сары майымызды, шекерімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін осылай жұмыртқаларымызды біртіндеп қоса отырып, барлығын біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Бір қасық қопсытқышты салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін ұнымызды бөле отырып, араластыратын боламыз. Міне бізде осындай тесто дайын болуы қажет. Енді өздеріңіздің қалаған формаларыңызды алып, осылай өлшеп алсаңыздар болады. Негізі бұны қоймай қойсаңыздар да болады. Мен барлығы біркелкі болу үшін жасадым, бірақ соңында барлығын біркелкі етіп тағы да кесетін боламыз. Сіздер бұлай пайдаланбай қойсаңыздар да болады. Осылай тестамызды бір немесе 1,5 ожауды құйып, үстіне ұнды себелеп, осылай қолымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Өте жұқа қылып жайсаңыздар да болады. Әдемі болып көтеріледі қыздар. Ештеңе қылмайды, қатып қалмайды, өте жұмсақ болып шығады. Барлығын біркелкі етіп, қолымыздың көмегімен міне осылай жайып шығатын боламыз. Тестамыз пісем дегенше біз енді кремін дайындаймыз. Креміне алдымен шекерді қосып, одан кейін ұнымызды осылай бөліп сала отырып, қолымызды алмастан қозғай отырып, осындай крем жасайтын боламыз. Осылай араластырып тұрсақ, өзі қоюланатын болады. Міне осылай қоюланып, креміміз дайын болды. Енді оны суыту үшін осылай ыдысқа құйып, бетін пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Міне біздің корждарымыз дайын. Оны щетканың көмегімен немесе майлықтың көмегімен осылай ұндарын тазалап алсаңыздар болады. Өте жұмсақ болып шығады. Шетін осылай кальсонның көмегімен біркелкі етіп тегістеп алсаңыздар болады, немесе тарелканы төңкере отырып, сол формамен кесіп алсаңыздар да болады. Өте жұқа жайсақ та осылай әдемі болып көтеріледі. Осылай бір-бірінің үстіне кремдерімізді құя отырып жинайтын боламыз. Кремді көптеп жаға берсек болады, себебі бұл торт өзіне кремді жақсы сіңіреді. Сіздер қалаған кремдеріңізді құйсаңыздар болады. Және де осы корждардың жанынан қалған корждарды майдалап бетіне себетін боламыз. Осылай барлығын бір-бірінің үстіне қоя отырып тортымызды жинаймыз. Міне біздің тортымыз дайын, өте биік, әрі дәмді болып шығады. Шайға жасап көрсеңіздер болады. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Арасын сіздерге көрсету үшін осылай кестім.
тоңазытқышта тұрса кремі жақсы сіңеді. Сіздермен болған мен Жібек, мені көргендеріңізге рахмет.